Арма көз сүйер қауым талқыла онлайн көзіне қош келдіңіздер. Командаға бөлініп, қолдарыңызға қалам мен парақ алған болсаңыздар, біздің ойынның ережелерімен таныс болыңыз. Сұрақты мұқият тыңдаңыз, жауапты қағазға жазыңыз және Google іздемесін пайдаланбаңыз. Онлайн квиз 4 кезеңнен тұрады. Беташар, секреттер тыңдап көр, бәстік. Әр кезеңнің өзіндік ережелері бар. Және біздің Instagram парақша talqila.kz. Сонымен алғашқы кезең беташар, бірінші кезең. Бұл кезеңде сіздерге 7 сұрақ, ойлануға 20 секунд, дұрыс жауап 1 ұпай және сұрақтарды кезең соңында қайталайтын боламыз. Ендеше онлайн квизімізді бастаймыз. Пуэрто-Рико сөзіндегі райка қандай мағына береді? Жарқын, бай, көңілді, бақытты. Руслан мен Саян бірге түскен фильмдер саны қанша? 1, 2, 3, 4. Ақ қыз бен сағыз қандай бренд жарнамасының кейіпкерлері? Eclipse, Darrow, Orbit, Wrigley. Әлемдегі ең көне университет қай қалада орналасқан? Оксфорд, Монпелье, Болонья, Париж. Төмендегі массалардың қайсысы ең кіші? Стоун, карат, унций, фунт. Жыл мезгілдері шығармасының авторы: А. Вивальди, Б. Бетховен, С. Бах, Т. Бортнянский. Төмендегі нұсқалар ішінде қай мемлекеттің туында қара түс жоқ? Албания, Эстония, Ангола, Черногория. Пуэрто-Рико сөзіндегі райка қандай мағына береді? Жарқын, бай, көңілді, бақытты. Руслан мен Саян бірге түскен фильмдер саны қанша? 1, 2, 3, 4. Ақ қыз бен сағыз қандай бренд жарнамасының кейіпкерлері? Eclipse, Darrow, Orbit, Wrigley. Әлемдегі ең көне университет қай қалада орналасқан? Оксфорд, Монпелье, Болонья, Париж.
Төмендегі массалардың қайсысы ең кіші? Стоун, карат, унций, фунт. Жыл мезгілдері шығармасының авторы. Төмендегі нұсқалар ішінде қай мемлекеттің туында қара түс жоқ? Албания, Эстония, Ангола, Черногория. Бәрекелді, осымен алғашқы кезеңіміз аяқталды. Екінші кезеңге көшейік. Екінші кезең бізде сүгіреттер деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге 7 сұрақ, 40 секунд ойлануға, 1 ұпай, және сұрақтарды кезең соңында қайталаймыз. Осы киіммен бір жерге баруды ұсынған твиттен кейін жемпірдің сатылымы күрт өсті. Қайда баруды ұсынғанын табыңыз. Суретте бұның ерекше нұсқасын көрсеттік. 1929 жылы бұны жасаған Джозеф Фарнем ерекше сыйлықпен марапатталған. Қазір қоғамдық жерде бұл басталғанда барлығы дерлік тұрып кетеді. Бұл ұзақ болғанымен оған ешкім назар аудармайды. Сондықтан көптеген адал жұмысшылар белгісіз болып қалады. Бұл не? Суретте әйгілі FedEx курьерлік компаниясының логотипі. Компанияның принципін, яғни дәлдік пен жылдамдықты көрсететін логотиптегі пиктограмма элементін, символды дөңгелекпен қоршаңыз.
Назарларыңызда Туринде өткен қысқы Олимпиада ойындарының ресми демеушісінің жарнамасы. Сурет трамплиннен секірейін деп жатқан спортшының көзімен түсірілген. Суретте біз жасырған демеушіні табыңыз. Суретте Бэнкси граффитиінің орта бөлігі көрсетілген. Екі шетінен қиылып, кадрдан тыс қалған екі нәрсені екі сөзбен жазыңыз. Режиссер ұялы байланыс стандартының логотипіндегі квадраттар кездейсоқ салынбаған. Олар клиенттерді бейнелейді. Байқасаңыздар, қызыл квадрат көк квадраттардан ерекшеленеді. Оны шарлап жүр деп айтуға болады. Қызыл клиенттің қайда екенін ағылшын сөзімен жазыңыз. Суретте Сент-Луис қаласында орналасқан батыс қақпасы деп аталатын мемориал. Бұл мемориалды бос орын Construction компаниясының салуы қызықты кездейсоқ жағдай. Ал күні кеше бос орынмен ге өзгерді. Компания атауындағы біз бос қалдырған фамилияны жазыңыз. Осы киіммен бір жерге баруды ұсынған твиттен кейін жемпірдің сатылымы күрт өсті. Қайда баруды ұсынғанын табыңыз. Суретте бұның ерекше нұсқасын көрсеттік. 1929 жылы бұны жасаған Джозеф Фарнем ерекше сыйлықпен марапатталған. Қазір қоғамдық жерде бұл басталғанда барлығы дерлік тұрып кетеді. Бұл ұзақ болғанымен оған ешкім назар аудармайды. Суретте әйгілі FedEx курьерлік компаниясының логотипі. Компанияның принципін, яғни дәлдік пен жылдамдықты көрсететін логотиптегі пикта дөңгелекпен қоршаңыз. Назарларыңызда Туринде өткен қысқы Олимпиада ойындарының ресми демеушісінің жарнамасы. Суретте біз жасырған демеушіні табыңыз. Суретте Бэнкси граффитиінің орта бөлігі көрсетілген. Екі шетінен қиылып, кадрдан тыс қалған екі нәрсені екі сөзбен жазыңыз. Режиссер ұялы байланыс стандартының логотипіндегі квадраттар кездейсоқ салынбаған. Олар клиенттерді бейнелейді. Байқасаңыздар, қызыл квадрат көк квадраттардан ерекшеленеді. Қызыл клиенттің қайда екенін ағылшын сөзімен жазыңыз. Суретте Сент-Луис қаласында орналасқан батыс қақпасы деп аталатын мемориал. Бұл мемориалды бос орын Construction компаниясының салуы қызықты кездейсоқ жағдай. Ал күні кеше бос орынмен ге өзгерді. Компания атауындағы біз бос қалдырған фамилияны жазыңыз.
екінші кезең аяқталды. Үшінші кезең бізде тыңдап көр деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге 7 аудио сұрақ, ойлануға 30 секунд, әр сұрақ дұрыс жауап 1 ұпай, сұрақтар кезең соңында қайталанады. Олай болса, үшінші кезең тыңдап көр. бір 1941 жылы Алматыдағы Петр Чайковский атындағы музыкалық училищенің скрипка классына оқуға түседі. Училищені бітірген соң консерваторияда профессор Александр Матвеевич Кургановтың ән классында оқиды. Ол студент кезінен ақ әншілігімен жұрт көзіне түседі. Абай атындағы қазақ опера және балет театры оқуын бітірмеген жас баланы әнші ретінде жұмысқа қабылдайды. Бұл 1947 жыл еді. Сол 1947 жылдан қартайған шағына дейін тек опера театрында ғана қызмет істейді. Операмен қатар камералық, эстрадалық әндер шырқап, тыңдаушылардың ыстық ықыласына бөленген. Бұл елдің территориясының 90%-ын шөл басып жатыр. Бірақ соған қарамастан қазір мұнайдың арқасында әлемдегі ең бай елдің бірі. Қалайша түсіндірем. Атырау облысынан да кіші Британияның отары еді. Халық балықпен күн көретін. 1939 жылы көп мұнай табылады. Бірақ қызығын биліктегі Әл-Тани әулеті көреді. 71 жылы тәуелсіздік алады. 72 жылы Халифа бин Хамад әкесін биліктен тайдырып, мұнайдың табысын халыққа жұмсайды. 1971 жылы газ да табылады. Ел мұнай мен газ экспорттап байиды, бірақ мұнай газ сарқылатынын сезген 2000 жылдары әлемдік банктерге инвестиция салады. Үлкен әуежай, порт, зәулім ғимараттар тұрғызады. Міне мұнай газ инвестиция дұрыс қаржы саясатының арқасында бай елге айналды. Халқының жағдайы да мықты. Өмірдің аңсаумен мен келемін. Сағым жылдар, сенде бір арман, сенде бір жалған сағыныш ай. Бұл кімнің үйі? Жұмағұлдікі. Жасай берсін Жұмағұл. Не жұмыс істейді?
табалдырығы жоқ. Осы жазда режиссерлар жақсы бір екі комедия шақырды, класстарға шақырды. Оның алдында 5 причин. Кім ойны? Ұзабаевтың. Соған шақырды. Екеуіне де сәйкес келмеді, уақыттар келмеді. Біреуінде балуан шолақта жүрдім, біреуінде осы ханство болды и асағат көңілім тартпас сосын сценарий онша мынандай бір табалдырығы жоқ. Осы жақсы бір екі комедия класстарға Мама, мынадан неге көйлек тігіп алмайсың? Бар ғой көйлегім. Жоқ, жаңадан әдемі көйлек тігіп алмайсың ба? Түріңнен айналайын. 5 жердегі 6, 5 жердегі 7, 5 жердегі 8. Мұғалім, сізге тағы да хат келді. Бір 1941 жылы Алматыдағы Петр Чайковский атындағы музыкалық училищенің скрипка классына оқуға түседі. Училищені бітірген соң консерваторияда профессор Александр Матвеевич Кургановтың ән классында оқиды. Ол студент кезінен ақ әншілігімен жұрт көзіне түседі. Абай атындағы қазақ опера және балет театры оқуын бітірмеген жас баланы әнші ретінде жұмысқа қабылдайды. Бұл 1947 жыл еді. Сол 1947 жылдан қартайған шағына дейін тек опера театрында ғана қызмет істейді. Операмен қатар камералық, эстрадалық әндер шырқап, тыңдаушылардың ыстық ықыласына бөленген. Бұл елдің территориясының 90%-ын шөл басып жатыр. Бірақ соған қарамастан қазір мұнайдың арқасында әлемдегі ең бай елдің бірі. Қалайша түсіндіреді. Атырау облысынан да кіші Британияның отары еді. Халық балықпен күн көретін. 1939 жылы көп мұнай табылады. Бірақ қызығын биліктегі әл-тани әулеті көреді. 71 жылы тәуелсіздік алады. 72 жылы Халифа бин Хамад әкесін биліктен тайдырып, мұнайдың табысын халыққа жұмсайды. 1971 жылы газ да табылады. Ел мұнай мен газ экспорттап байиды. Бірақ мұнай газ сарқылатынын сезген 2000 жылдары әлемдік банктерге инвестиция салады. Үлкен әуежай, порт, зәулім ғимараттар тұрғызады. Міне мұнай газ инвестиция дұрыс қаржы саясатының арқасында бай елге айналды. Халқының жағдайы да мықты. Өмірдің аңсаумен мен келемін. Сағым жылдар, сенде бір арман, сенде бір жалған сағыныш ай. Берсін жұмағыл, не жұмыс дейді? Қой бағар. Табалдырығы жоқ. Осы жазда режиссерлар жақсы бір екі комедия шақырды, класстарға шақырды. Оның алдында 5 причин. Кім ойны? Ұзабаевтың. Соған шақырды. Екеуіне де сәйкес келмеді, уақыттар келмеді. Біреуінде балуан шолақта жүрдім, біреуінде осы ханство болды и асағат көңілім тартпас сосын сценарий онша мынандай бір қатты. 5 жердегі 8. Мұғалім, сізге тағы да хат келді.
Соңғы 4-ші кезең сұрақтарына назар аударайық. Бұл кезең бәстік деп аталады. Сіздерге 7 сұрақ, ойлануға 1 минут уақыт беріледі және бәс тігуге болады. Егер де сұрақтың жауабы дұрыс болған жағдайда 2 ұпай еншілейсіз, кері жағдайда -1 ұпай. Еліміздегі бір қаланың тұрғындарын біріктіретін интернет қауымдастық әлі де бар. Қазір тіркелуші саны оның атауында жазылған санынан көп. Бұл атау ғасырдың ортасында әр түрлі жанрда көрсетілген ағылшын романына сүйеніп қойылған. Тек сөздердің біреуінде ғана бірінші әріп жетіспейді. Бұл қауымдастық қалай аталады? Айтпақшы, белгілі журналист бұл қауымдастықтың мүшесі бола алмайды. Британдық атақты физик-теоретик Стивен Хокинг сал ауруына шалдығуына байланысты арнайы мүгедектер арбасының көмегімен қозғалып, Массачусетс технологиялық институтында жасалған сөйлеу синтезаторын қолдануға мәжбүр. Хокинг бұл құрылғының бір ғана кемшілігіне алаңдайтынын ирониялық түрде атап өтеді. Бұл кемшілікті бір әріптен басталатын 2 сөзбен атаңыз. Күйлерді авторлармен сәйкестендіріңіз. Сиэтл әуежайында қала қонақтары бір көпше сөз және бір әріп жазылған нұсқау белгісін көре алады. Яғни нұсқау белгісіндегі сөз бір әріпке өзгерген. Бұл Сиэтлдің әйгілі тұрғындарының бірін еске түсіреді. Бұл тұрғынды табыңыз.
НАТО ұйымын кеңейту мақсатында алғашқылардың бірі болып осы екі ел қосылды. Бұл екі ел кейінірек жер мәселесі үшін ашық қақтығысып, олардың бірі 1974 жылы тіпті ұйымнан шығып кетті, бірақ кейін қайта қосылды. Әріптер саны бірдей осы екі елді жазыңыз. Бұл құқық теориясындағы негізгі ұғымдардың бірі және әлемді нұрландыратын орасан үлкен мүсін. Ал Жванецкийдің айтуынша бұл бір уақытта барлық түстері жанып тұратын бағдаршам. Бұл не? GTA Vice City ойында чит-кодтар ойын үстінде енгізіледі. Сәйкесінше код жазылып, қару-жарақ алып жатқанда басты кейіпкер бүйтеді. Бүйту 1904 жылы жарық көрген орысша еңбектің атауына кіреді. Біз орыс еңбегін жаз демейміз, ойын кейіпкері қайтеді.